Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазір бізде қазақ әдебиеті сабағы. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Дәптерге бүгінгі күнмен тақырыпты жазып қояйық. Бүгін желтоқсанның 3-і сынып жұмысы. Сабақтың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин әңгімесі, Қыпшақ Сейітқұл еңбек адамы. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Балалар, біз өткен тақырыпты еске түсіріп алайық. Үй тапсырмасына мен сіздерге Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығын бергенмін. Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығын оқып білдіңдер деген сенімдемін. Олай болса, мына сұрақтарға назар аударайық. Бірінші сұрақ: Ыбырай Алтынсарин қай жылы, қай жерде дүниеге келді? Қай жылы, қай қалада мектеп ашты? Ыбырай Алтынсарин балаларға арнап қандай кітап жазды? Уақыт кетті. 1 минут уақыт беремін. Дұрыс жауап берген оқушыларға 2 балл беремін. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы дүниеге келді. Қостанай облысы, Қостанай ауданында. 1860 жылы Торғай қаласында мектеп ашты қазақ балаларына. Орыс тіл пәнінен мұғалім болды. 1879 жылы қазақ кітабы Христиаматия кітабын шығарды. Кел балалар оқылық өнер білім бар жұртқа өлеңі бар. 1889 жылы Ыбырай Алтынсарин қатты науқастан қайтыс болды. Енді балалар, мына диаграммаға назар аударайық. Ыбырай Алтынсарин тек қана жазушы емес, ол ағартушы, аудармашы, педагог, ғалым, ақын, тілмәш, инспектор. Енді балалар, қазіргі жаңа тақырыбымыз Қыпшақ Сейітқұл әңгімесі. Қыпшақ Сейітқұл әңгімесін оқимыз. Олай болса, назарымызды кітапқа аударамыз. Кітаптың 70-ші бетін ашайық. Қыпшақ Сейітқұл әңгімесін А мәтіні мен Ә мәтініне дейін 71-ші бетке дейін оқып шығамыз. Сіздерге 7 минут уақыт беремін. Оқушылар, назарымызды негізгі бөлімге аударайық. Алдымен бағалау критерияларымен таныс болайық. Бағалау критерийі әңгімедегі кейіпкердің портреті мен іс-әрекетін анықтайды. Дескриптор кейіпкердің портретін анықтайды, маңызды әрекеттерін талдайды, өз көзқарасын білдіреді. Жақсы балалар, егер әңгімені оқып болсаңыздар, мына суретте не бейнеленген? Суретке назар аударамыз. Жақсы балалар, келесі тапсырмаға өтейік. Мына сұраққа жауап беріңіздер. Әңгімедегі кәсіп иесі кім? Кәсіптің қандай түрлерін білесіңдер? Кәсіп дегеніміз не? Балалар, арқаратай, қазір біз осы әңгіме барысында жоспар құрамыз. Ол жоспарды дәптерге жазамыз. Жоспардың бірінші сұрағы Сейітқұлдың ойы, екінші қабырға өзені бойына
қоныстануы, үшінші егін егуі, төртінші артық астықты малға айырбастауы, бесінші Сейітқұл елінің 450 үйге жетуі, базар ашуы, Сейітқұл жұрттың бай болуы. Бірінші сұрақтың жауабы: Сейітқұл егін егіп, өз жұртын еңбекке шақырады. Екінші сұрақтың жауабы: Сейітқұл қабырға өзен бойына егін салып, халықтың жұмыс береді. Үшінші сұрақтың жауабы: қабырға бойы келген соң 30 үй кедейге кетпен береді де жер тегістейді, егін егуге кіріседі. Сейітқұл егіні жылдан жылға көбейтіп, оны малға айырбастайды. 5. Сейітқұл жұрт ағасы болады. Оның жұрты байып 450 үйге жетеді. 6. сұрақтың жауабы: Сейітқұл кәсіпкер болып, елдерді болып базар ашады. 7. сұрақтың жауабы: Сейітқұл. Енді балалар сипаттамалы жазба әдісіне көшейік. Бағалау критерийі: әңгімедегі кейіпкердің портреті мен іс-әрекеті арқылы образды аша алады. Дескриптор: кейіпкердің портретін сипаттап жазады, кейіпкердің образына қатысты дәлел келтіреді. Қыпшақ Сейітқұл туралы өз ойларыңды жазыңдар. Қыпшақ Сейітқұл еңбекқор, ақылды, өз елін ойлаған адам болған. Сейітқұлдың бойында қандай адамгершілік қасиеттері бар? Сейітқұлдың бойында еңбекқорлық, ақылдылық, алға мақсат қоятын қасиеттері бар. Кейіпкердің іс-әрекеттері қандай? Кейіпкер Қыпшақ Сейітқұл қабырға өзенінде егін салып, жұртына кетпен беріп еңбектенді. Автор оқырмандарына қандай қасиеттер танытқысы келді? Автор оқырмандарына еңбекқорлық, шыдамдылық қасиеттерін танытқысы келді. Сонымен балалар, қорытынды бөлімге де жеттік. Үй тапсырмасы: тақырыбы Сейітқұл кәсіп иесі, есе жазу. Тірек сөздер: кәсіпкер, егінші, іскер, жұмыскер. Бағалау критериясы: әңгімедегі кейіпкердің портреті іс-әрекетін негізге ала отырып, шығармашылық жұмыс жасайды. Дескриптор: кейіпкердің іс-әрекеті мен портретін анықтайды, дәлел келтіреді, есе жазады. Жақсы балалар, осымен сабақ аяқталды. Сабаққа қатысқан оқушыларға 6 балл беремін. Сау болыңыздар.